Қазақ киносының қоржын тағы бір туындымен толықпақ. Шымкенттік киногерлер «Танго» деп аталатын толық метражды фильм түсіруді бастап кетті. Экшн жанрындағы шым-шытыр оқиғаларға толы шығарма атаққұмарлық пен пайдакүнемдіктен келетін залалды суреттейді. Картинаның сценаристі әрі режиссері Аман Сүйінбаевтың сөзінше, фильмдегі оқиғалар мен кейіпкерлер қиялдан туған. 170 кадр, екінші дубль. Мысалға, сен ататын сен өсесің, ержігіт боласың. Фильмдегі атыс шабысқа толы оқиғалар байбағыландар мен бандалардың арасындағы қарама-қайшылықтан өрбейді. Яғни дәулетті отбасын балаларын кепілдікке алып, олардан ақша бозып саулауды кәсіп еткен дарын мәселені шиеленістіреді. Қылмыстық топты басқаратын кейіпкерді талантты актер, режиссер Шапағат Орынбаев сомдайды. Біреу романтикті ойнағысы келеді, біреу романтиктің криминалдық бағытта зұлымды ойнағысы келеді деген сияқты. Сондықтан да мен осы жерде зұлымды ойнау жағында да менде көңіліме толық образ. Мүмкіндік болса, ондай образдарға шақырып тұрса, мен қолымды көтеріп барамын да. Өйткені сол образ ұнайды. Және осы фильмде сол образды ойнап жатырмын. Онда әрине мен ашып айтпай ақ қояйын, кино шыққаннан кейін көресіздер, менің ойнап жатқан кейіпкерім не жағдайға тап болатын. Сондықтан бәрі дұрыс. Шығармашылық топқа білікті мамандар тартылған, ал фильмдегі төбелес көріністерін қоюға қаладағы спорт мектептерінің шәкірттері қол ұшын беруде. Елімізде кенже қалған жанрды таңдаған режиссер басты деген рөлдерге арнайы білімі бар және де тәжірибелі жастарды жұмылдырған. Сондай-ақ мұнда алғаш рет кино әлеміне аяқ басқан әртістер де жетерлік. Енді жаңадан келіп жатқан актерлардың өздері жақсы ойнап жатыр. Себебі біріншіден айтады ғой. Яғни фильмге қалай келуге болады? Фильмде опыт қалай жинауға болады? Фильмдегі опыт, яғни тәжірибе, фильмдегі тәжірибе ол фильмді көру арқылы жиналады. Құдайға шүкір, қазір заманымызда осы елімізде киноны айтарлықтай дерлік барлық жанрлар көрсетіліп жатыр, түсіріліп жатыр. Яғни соны қарап отырып, өздеріне бойларына кішкене актерлықтың ұшқындарын, өздерінің бойларын таба білген адамдар және дайындық барысында біздің кәсіби актерлармен араласып, олар өз рөлдерін, өз бағыттарын жақсы таңдап, жақсы көңілден шығып жатыр. Түсірілім кезінде қиындықтар жиі кездесуде дейді мұндағылар. Соның бірі шығармашылық ұжымдағы маман тапшылығы. Оны киногерлер жасалып жатқан дүние сирек түсірілетін жанрдағы фильм болғанмен байланыстырады. Бұл өз кезегінде жұмысты жоспардың кешеуілдеуіне алып келуде. Соған қарамай түсірілім топ жетекшілері бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, қиыннан қиыстырып келеміз дейді. Каскадер болған жоқ, дублер ешкім болған жоқ, сондықтан өзім трюк жасауыма тура келді. Бір шамамен 20-30 реттей құладым-ау. Жарақаттан дінамам, Құдайға шүкір, бірақ арқаларым ауырып бүгін әйтеуір әрең дегенде өз-өзіме келдім. Енді қиыншылықсыз не жоқ қой, оңай жерде нан жоқ, дүние жоқ, сондықтан қиыншылықпен келе жатырмыз, бірақ жақсы, қолдан келгенін барлығын жасап жатырмыз. Фильмнің тұсаукесері күз айларында болады деп жоспарлануда. Қанат Байысов, Әділ Самаликов, Талғат Пірімқұлов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.